Димаштың концерті болатын жер. Билеттердің бәрі сатылып кетті. Ау бұрыштарда орын қалды. Анау бұрыштарда. И арғы бұрышта бар орын. Аренаның ішінде жарық шамдарды қойып жатыр. Музыкальный. Орындықтардың бәрін жуып шығып жатыр. Астана арена. Мұнда уборка жұмыстары жүріп жатыр. Димаштың концертіне кетіп бара жатырмыз. Сәттілік. Күшті керемет концерт болайын деп жатыр. Айбархан Димаштың концертіне бара жатыр. Сәлем жолдап қойыңыздар. Сәлем. Мы пришли в арену. Аренаға келдік. Мына жақтан кірмейді екенбіз. Бізге жанынан кіреді екенбіз. Батыс жағынан. Димаштың концертіне кіретін жер. Жадынан. W5 сізде. Ар жаққа барамыз ба? Жүр Айбархан ар жаққа. Шыда біздің билет. Кіре бер Айбархан. Мына екінші билетіміз. Айбархан кіріп кетті. Біз кіре бер. Оқымайды. Оқымай қайда бара? Мен кірмей билет. Крес өте. Пойдем. Жүр. Қазір орнымызды тауып аламыз. Айбархан, как у тебя ощущения на концертах? А? Ну, рассказывай. Круто. Ассалауму алейкум, құрметті алтын қазалықтар, қалайсыздар, амансыздар, кеш жарық. Бүгін біз Димаштың концертіне келдік. Сәттілік, жақсы демалыс болсын бізде. Астанадан сәлем. Димаштың концертінде көптеген адам келген, тола, стадион. Жанынан қарасаң қандай? Айбархан. А, вот. Айбархан хот-дог алып жатыр, попкорн алып жатыр. Ой, хот-дог Айбархандікі. Ыстық ба? Какой-то не сияқты ғой? Пластмасс сияқты ғой? Пластмасс сияқты ғой мынау. Футболкалары мұнда сатылып жатқан. Барлығы алып жатыр. Здравствуйте. Еще раз, Димаш было видно. Я там сейчас... Ал Айбархан ішіне кіріп бара жатыр. Жүр. Димаштың концертіне келдік. Хот-дог жейміз. Айбархан. Біздің орын қайда? Ал стадионға кіріп келдік. Димаштың концертінің басталуына бір 15 минуттай уақыт қалды. Орнымызды тауып отырамыз қазір. Стадион толып жатыр. Алдық қатарлардан орын алып алды. Димаштың концертіне жетіп келдік. Ал басталуға 1 минут уақыт қалды. Айбархан өзінің хот-догын жеп отыр. Ну почему-то все хлопает. Шығады екен деп шапалақ ұрып жатыр, әлі шықпай жатыр. 5 минут уақыт өтіп кетті.
Димаштың концерті басталмай жатыр. Мамасы келіп тұрады. Қайда? Димаштың мамасы ма? Мемлекеттік гимн. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Republic of Kazakhstan. Гимн орындайындап жатыр. Алтын күн аспаны, алтын ән арасы, жарық дүниеге келу дегенде жарқырап айналаны нұрға бөлеме әлде жай ғана бір қызықшылық па? They're always looking at you like you're somewhere free, like it's better if you disappear. Think that you can help them. Димаш өзінің отырған жерінен шығып келе жатыр. Ән айтып келе жатыр. Это он? Ақтардың қалықтап ұшқаны, жапырақтағы таңғы шықтың, мөлт-мөлт етіп, күн нұрымен жабылысып, ойнағаны. Бізді жарық дүниеге құштар ететін құдіретті күште осы болар. Біз көктемді аңсаймыз, бірақ ол келсе, қара дауылға айналып, жапырағын жұмалаймыз. Өзіміз еккен ағашты кескілеп, дүбірімен жуып тастаймыз. Ашық күнде адасып, аңсарымыздан көз жазып қаламыз. Қазақстандағы жеке шығармашылық кешінің екінші санына қош келдіңіздер. Сіздермен қауышқаныма шексіз қуаныштымын. Бүгінгі кештеріңізді естен кетпейтін әдемі естеліктерге толтыруларыңызға тілектеспін. Assalamu alaikum, dear ladies and gentlemen. Good evening, my dearest friends. For me, it's a great honor to be here
I'm really grateful to perform in front of you. Басталды Димаштың There are no концерті. words which can express all my respect for your love that you give me. I wish you to enjoy every moment of Glucose, Christmas üzerindeydi. Бұлар менің репертуарымда жалпы бала кезеңдері бар деп айтуға болады. Жастайымнан осы әнге сүйсініп өстім. Қай әнді айтады? Қай әнді айтады? Уақыт өте келе, есейе келе, Қазақ. күләлі, Кішкентай кезінде айтады көрсеткен дейді. додаларға бақ салысу үшін Қазір тыңдаймыз. дегенде Қазір өзін кішкентай кезінде айтып жүрген әнін айтайын деп. әр байқауға осы әнді барады ол. Лебедиді айтты вообще. Және де бұл әнді маған дейін неше түрлі әлемнің ең мықты деген маңдай алды әншілер орындады. Мама, это мод. Бірақ әр адамның өзіндік қолтаңбасы болады. Осы әнді мен өзімнің болмысыма, өзімнің ішкі жан дүниеме сай келетіндей етіп, продюсерлік, өңдеушілік қызметінде атқарып, осы әнді басқаша қылып жасауға болатынмын. 7 жыл бұрын IMC жобасында жап-жасыл костюммен ең алғашқы рет орындаған естеріңізде шығар. Қай ән екенін біліп отқан шығарсыздар. Дайынбыз ба? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Димаш деп айқайлап жатыр. Концерт күшті болып жатыр. Ал келесі әнін тыңдаймыз.
беріңіздер, соза беріңіздер, созыңыз. Қаттырақ айқайлаңдар дейді. Димаштан бірге ән айтамыз дейді. Техника орта жағынан Қаттырақ айқайлаңдар. созыңыздар. Тоқтамаңыз. Димаш ән үйретіп отыр. Аренада. Біз жаралмаған қамалдарды жарып, біз шығармаған шыңдарды бағындырып, еліміздің мерейін одан әрмен үстем ете берсін. Керегесі кең, кіммен де болса терезесі тең, Қазақстанымыз жасасын. Татулықтың бірлігі деп жатырмын біздің елімізді. Құдай басқа бермесін, бірақ сәбидің өзі тыныштықты, елдің ішіндегі қаймақтың бұзылмауын армандап кеткен. Тағы бір мәрте ордасына жетіп олайық, тағы да бір мәрте қайталайықшы осыны барлық дауыстап тұрып. Жақсылыққа жорайық. Астанамыз мәңгі жайнай берсін. Астана, Астана, Астана. Кеттік. 1, 2, 3. Сақтыра беріңіздер. Димашпен бірге ән айтып жатыр. 35 мың адам. Астана аренада. Барлығын айқайлатып жатыр. Халықты көрсетіңіздерші, отырыңдар. Хормен ән айтып Сақтыра жатыр. беріңіздер, сөзіңіздер. Ағайын! Ұмытпаймыз.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан ықылас гүлі. Flowers presented as a gesture of respect on behalf of Kassym-Jomart Tokayev, the President of the Republic of Kazakhstan. Барлық көрермендерге мың мәрте тағзым етіп, көп рахмет ағайын. Және де шын жүректен өзінің әкелік ықыласын білдіріп отырған, менің бүгінгі сіздермен өткізіп отырған кешінде бірге болып отырған, әрине жұмыс бабы бар, бірақ дей тұрғанмен өзінің бізге сәлемдемесін жолдап отырған мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлына шын жүректен рахмет айтайық. Көп рахмет. Концерт бөлімшесі қайтып барамыз. 1, 2, 3